Ардақтағы ағайын аман есен Таразға келіп, Құндыз бен Назгүлді мемлекеттің қарауына Зүлфиядан алып кетіп бара жатырмыз. Құндыз, Назгүл, қалайсыңдар? Қуаныштысыңдар ма? А? Жандарым. Онда біз сіздерге аманаттап, ары қарай жол жүре берейік. Біз құжаттарды рәсімдеп, одан кейін тағы да келеміз. Уақытша осы жерде боласыңдар. Осы жерде бүкіл жағдайларын жасайды. Сосын мен документті рәсімдеп, өзім Алматыға алып кетемін. Бағана айттым ғой, келістік па? Жамбыл облысына қарасты нөмір 5-ші арнаулы әлеуметтік көмек көрсету орталығына табыстадық, өздеріңіз куәсіздер. Бұл жақта азғантай ғана уақыт болады, бірақ осы уақыт ішінде сапалы қызмет көрсетеміз деп директордың орынбасары барлығы ант суын ішті. Біз бақылаймыз және құжаттардың бәрін рәсімдегеннен кейін алып кетуге барынша Алматыға тырысамыз. Сіздерге көп-көп рахмет, аман болыңыздар. Қойсайшы. Кезінен аяғысында жүр. Қойсай, қой дегенге қойсай, отырсай. Бар, отыр. Отыр. Кетем мен орнына кетем. Кете бер, қазір кет. Кетем. Сөйлестірме, нақ сөйлестірме. Кім шақ деді ол? Шақырмайсың ол. Кім шақ деді ол? Сөйлестірмейді да. Мұнақ шақырасың. Келмейді ол. Аяғын сындырам енді, келсінші. Басын аяғын жан. Өш жақ басын. Құндыз, осы үй ұнайды ма саған? Ұнайды. Ұнамайды. Неге ұнамайды? Су жаман ғой. Суы жаман? Қандай су? Ұнамайды, ащы ғой су. Ішетін су ма? Иә. Сол ғана ма жамандығы? Содан кейін тамақ ұнамайды. Тамақ неге ұнамайды? Өлмесе. Жегім келмейді. Неге? Қара несі бар ғой. Қара нелері бар, домалақ. Тамақты Мен бұрыш саламыз, қара бұрыш саламыз. Ұнамайды. Саған қандай тамақ ұнайды, айтшы? Бермешел, майда бермешел. Қамыр тамақ. Анау Алматыда бізбен тұрдың ғой, сол кезде тамақтар ұнайтын бе еді? Иә. Назгүл, енді сен тамақ істеп бермейсің ба? Шынымен ұнайтын тамақ. Істеліп жатыр ғой үйдегі тамақ. Мысалы, бүгін рагу істедік, кеше ет астық, алдыңғы күні плов істедік. Үйдің тамағы кәдімгідей. Неге ұнатып Біз бөлек тамақ істеп ішпейміз, мін қазанда не піседі, соны ішеміз. Ет сола. Өздеріңіз не ішесіздер, қыздар? Иә, осы үйде не піседі, соны ішеміз. Құндыз, енді қалауың қандай, айтшы? Қалауым ба? Мен үй берсе болды, үй берсе. Аха. Содан кейін байға түссем. Ой! Тұрмысқа шыққың келе ме? Бар ма жігіт? Жігіт болса барам. Жігіт болса барам ғой. Мәссаған. Табылса барам. Сен ашылып кетіпсің ғой, бұрын өйтіп айтпайтын едің ғой. Жігіт табылса барам. Сөйлесіп жүрген жігіт жоқ қой, демек, ешкім жоқ. Құндыз, айтқам ғой. кімге айттың? Нұрлан аға. Нұрлан деген кім? Бір врач жігіт келген ғой, тістерін көрсеткен бе, жаңа психиатрлар келген ғой. Сөйда Нұрлан деген жігітке ғашық болып қойыпты, врачымызға. Нұрлан емес пе? Нұрлан кім еді, аты кім? Аблай ғой. Аблай ма? Келген жоқ қой. Келендет. Келмей ғой да. Мені Зүлфия мама байлап тастады деп ашығын айттым. Зүлфия Түленованың қамқорлығында тағы 2 бала бар. Мемлекет тарапынан Назгүлге 89.498 теңге, ал Құндызға 111 мыңнан астам жәрдемақы төленеді. Бұған қоса олардың зейнетақылары да бар. Сонымен қатар қамқорлығындағы 2 мүгедектігі бар бала үшін де жәрдемақы алып отырғаны белгілі. Қазір істі полиция департаменті тергеп жатыр. Аталған дерек бойынша қылмыстық кодекстің 110-шы бабымен сотқа дейінгі тергеу амалдары басталды. Қазіргі уақытта қажетті тергеу шаралар кешені жүргізілуде. Полиция қызметкерлері осы іске қатысты барлық мән-жайларды мұқият анықтап зерделеуде. Толық және жан-жақты тергеп тексеру қорытындылары бойынша қатаң түрде Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес процессуалдық шешім қабылданатын болады.
Ал қыздар уақытша нөмірі 5-ші арнаулы қызметтер көрсету орталығына орналастырылды. Онда олар үшін барлық жағдай жасалған. Апалы сіңлілерімен тілдесуге де мүмкіндік туды. Олар белгілі журналист Руслан Өтепбай алып кететінін айтып күтетіндерін жеткізді. Айта кетейік, Назгүл мен Құндызды Руслан Өтепбай ресми түрде қамқорлығына алу үшін қажетті құжаттарды жинауды бастап кеткен. Ал бауыр қыздар оған дейін 2 апта бойы медицина қызметкерлерінің бақылауында болады. Құндыз, қалайсыз? Билейміз ба? Қандай өлеңге билейміз? Сен саш. Жала шығар мүмкін. Бұл да ішіп алған кезіңіз ғой. Жоқ. Ну, Демалып жатқан кезім. Мен өз залымда жатырмын ба? Мен өз үйімде жатуға. Шашын жұлып тастадың ба? Иә. Құндыз, не еді мынау, а? Не мынаның барлығы? Сен басын қағамай, неғып сен посуда сындыра бересің? Не істеді саған, а? Не істеу керек саған? А? Посудадан посуда қоймадың, айнал тек. Қолың кіріп кетпесін, сыпырғын алып кеш бір. Шашатып жедің. Құндыз бар ма? Шашатып жібердің адамды уже. Сәлематсыз. Анадан бері күтіп отырмын. Неге? Жеде жарам бар. Бірақ бір шыққанын айтсам. Жақсы. Әділдікке жете мәжірмісің? Енді өлім кетіп жатыр. Комиссар өлім кетіп жатыр. Жақсы. Дәрімді бересе, шәнерден дәрігерімді әкеш, дәрімді ішін. Қыз деген ондай болмайды. Өзін әпкесін ұрмайды қыз деген. Өзін бауырын ұрмайды. Жоқ, ана жерде коробкаларда тұр ғой. Баған адам. Ондай бәрі әпшесін ұрады. Ұрмайды әпшесін, ұруға болмайды. Ұрам. Не үшін ұрасың? Ұрам. Әпше. Ол Ол мен әпшем. Біреудің әпшесі емес. не? Әпше. Ол Айлиннің әпшесі. Айлиннің әпшесі ол. Әпшем қылырсың. Деген. Болмайды, әпшені ұруға. Ұрам. Кеңкелеске ұрады әпшені, неге қойырсың? Ұрам. Қалайсыз, жағдайыңыз жақсы ма? Шүкір болады. Зүлфия апай, анау әлеуметтік желіде Құндыздың суреті таралып жүр ғой. Мен саған қазір суретін жіберем. Кімді кім ұрған? Құндыз кімді ұрған? Әпкесін ұрған ғой, возбужденный болып. Сол кезде байлаған ба білмеймін ғой, мен де соны қазір көріп жатырмын. Құндыз біреуді ұрғаннан кейін кім байлаған оны? Үйде Танялар байлаған ғой. Таня байлаған ба? Иә, мен байладым дейді ғой. Таня қазір қасыңызда ма? Қасында. Таня сөйлей ала ма? Сөйлемейді ғой, ол да не ғой, группадағы ғой. Енді неге сіздер өзі жаралы қызды байладыңыздар? Неге оны байлатқызасыз? Яғни мен бар ғой, соны үйде болсам, мен ары бері жұмыста жүрмін. Мен де нерв болып қазір. Шыны керек қой, Руслан, мен понедельник бар заявление жазып өткіземін. Рахмет. Уже мен неше түрлі нәрселер шығарып жатырмын. Жақсы. Сіз кімге өткізесіз оны? Өкіметке. Онда мен дүйсенбі күні барам Таразға, иә? Күтіңіз мені. Керек жоқ. Жоқ, сіз жауап беру керексіз осы тірлік үшін. Мен барам, күтіңіз мені. Қалай сіз өзі ешкімі жоқ, жетім қызды қалай байлайсыз? Күтіңіз мені. Ардақты ағайын, көрдіңіздер, байлаған мен емес, Таня деген күтуші қыз дейді, бірақ мен ол жауабына Зүлфияны сенбеймін. Сондықтан Тараз қаласының қорғаншылық, қамқоршылық бөлімі мына істі назарға алыңыздар. Мен алдымыздағы апта Тараз. Ардақты ағайын, әлеуметтік желіде Құндыздың байланып жатқан суретін көргеннен кейін ертеңге дейін шыдап отыра алмадым. Қазір Алматыдан Таразға жолға шықтым. Жол амандығын берсін.